Жалғастырайық. Фитнес залдан кинотеатрға дейін бар. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасы аясында студенттерді жатақханаға жайғастыру жұмыстар жалғасып жатыр. Елімізде әлі 70 мыңға жуық студент пәтер жалдап туыстарының үйін жағалауға мәжбүр екен. Енді аталған мәселе қалай шешілуде? Ол үшін қандай мемлекеттік бағдарлама әзірленген? Сюжет көрейік. Мұнда керектінің бәрі бар. Жайлы жиһаз, жылдам желі, жаңа спортзал. Небәрі бір жыл бұрын бұл жерде ескі оқу ғимараты болды деу қиын. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасы үндеу аясында ескі нысанға реконструкциялау жұмыстары жүргізіліп, бүгінде жүздеген студент үшін қолайлы жағдай ұсынылып отыр. Жатақхананы қайта құрудан басқа жатақхананы күтіп ұстау өте шығынды мәселе. Сол себепті Білім және ғылым министрлігінің қолдауы және осы студенттерді, магистранттарды және докторанттарды жаңадан іске қосылған жатақхана орындарымен қамтамасыз ету барысында аясындағы шарт бойынша осы механизм өте жақсы қолдау тетігі болып табылады. Ал мұнда өбаста қонақ үй болуы тиіс еді. Алайда ашылуына 2 ай қалғанда кәсіпкерлер объектінің нысаналы мақсатын өзгертіп, студенттер үйін ашуға бел буады. Қазіргі таңда білесіздер, бізде үлкен мәселе оқу орындарында жатақхананың жетіспеушілігі. Оқудың басында жаңағы студенттеріміз жатақхана таппай, пәтер жалдап, көптеген осындай мәселелер шешілмеуіне байланысты біз жатақхана ашуға бел будық. Біздің жатақхана нақты бір оқу орнына арнап ашылмаған, кез келген оқу орнының студенттері келіп, бізге жайғасалар. Жалпы елімізде 130-ға жуық оқу орнында жатақхана орындарына деген тапшылық бар. Мемлекет бұл мәселені алдағы бірнеше жыл ішінде аталған жоба аясында шешеді деп жоспарлап отыр. Қазіргі таңда осы механизм жүзеге асқаннан бері 44 объект жалпы республика бойынша енгізілген болатын. 11497 студентті қамтитын жатақхана орны салынып, қазіргі кезеңде осы салынған жатақханалардың санына қарамастан республикаға бойынша жалпы дефицит әлі күнге дейін 68 мың жатақхана орны қамтып отыр. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа сәйкес реконструкция арқылы енгізілген жатақханаларға әр студент үшін бір жылда кәсіпкерге бюджеттен 130 мың теңге көлемінде қаражат төленеді. Бұл төлем 8 жыл бойы жүзеге асырылады және бұған айлық есептік көрсеткіштің жыл сайынғы индексациясы қосылады. Қазіргі кезеңдегі хостелдар және қонақ үйлердің иелерін осы мемлекеттік бағдарламаға белсене атсалысуға шақырамыз. Нұрай Құрақбайдың, Мұхаммед Абдрахманов, басты жаңалықтар.